Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз language focus, have got, has got, prepositions about, of, by. I can talk about possessions. Алдымен мынау have got, has got құрылымына тоқталайық. Бұл құрылым болып табылады және де бұны есімдіктерден кейін ғана қолданады. Have got, has got, егер де сөйлемде she, he, it есімдіктері кездесетін болса, үшінші жақтағы жекеше түрдегі, олай болса біз has got қолданады екенбіз құрылымын, ал қалған жағдайлардың барлығында біз have got құрылымын қолданамыз. I have got, we have got, you have got, they have got деп. Окей, prepositions дегеніміз не? Prepositions дегеніміз демеуліктер. Бұл қазақ тілінде көмекші сөз, сөйлемнің мүшесі болып, оның мағынасына өз үлесін қосатын, бірақ жеке тұрғанда ешқандай грамматикалық мағынасы жоқ көмекші сөз болып табылады. Грамматикалық мағынасы болмағандықтан да олардың қазақ тіліндегі нақты аудармасы бола бермейді екен. Яғни көп жағдайларда нақты аудармасы болмағанымен де бізде кейбір есім демеуліктердің аудармасы болады. Мысалға about деген ол туралы, жайлы, мен туралы, кітап, жануарлар жайлы деген сияқты. Of деген нені білдіреді? Of деген ол бағыныңқыны білдіреді. Мысалға екі зат есім ортасында кездеседі деген сияқты. Мысалға кітаптың парағы дейтін болсақ, осы ортасында жаңағы of жаңағы осы демеулікті қолданады екенбіз. By деген бұл жерде, бұл тақырыпта by деген яғни бұл демеулікті біз адам аттарына қолданамыз. Мысалға кітап, Абайдың кітабы деген Абаймен жазылған кітап дейтін болсақ, book by Абай Құнанбаев деген сияқты осылай болып кетеді. Окей, the first exercise, page number 11, students book'ты қарастырамыз алдымен. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде complete the sentences from the text on page number 10. Then complete rules 1 and 5 деп қойған е. Бұл жерде берілген 5 сөйлемді have got, has got құрылымын қолданады екенбіз жаңа түсіндірген бойынша. The first, бірінші, Natalia has got a TV in her room. Біріншісінде has got болады. Екінші, I have got a very good camera. Екіншіде have got болады. Үшінші, he has got a green belt. Үшіншіде has got. Төртінші, we have got a pet. Have got. Бесінші, we have got a computer. Бесіншіде have got болады. Енді мынау rules деген ережелер, оны мен сіздерге жоғарыда айтып кеткенмін. The second exercise, match the questions with the answers. Мынау берілген сұраулы сөйлемдерді көшіріп, және де жауабын таңдап жаз дейді, дұрыс жауабын. Кеттік ары қарай. Екінші тапсырмада не болады? Екінші тапсырмада бізде has she got a TV? Yes, she has. A нұсқасы. Has he got a green belt? No, he hasn't. C нұсқасы. Have you got a pet? Yes, I have. D нұсқасы. Have your friends got pets? No, they haven't. B нұсқасы. Okay. Exercise number 3. Complete the sentences. Use have got, has got, hasn't got, or haven't got. Бұл жерде мынау hasn't got, haven't got, бұл түсінікті шығар, бірақ мына жақтағы қысқаша түрде берілген, төбедегі түрді біз апостроф дейміз. Апострофпен жаңағы v, have дегеннің қысқаша түрі, және де has дегеннің қысқаша түріндегісі осылай жазылады екен. Түсінбей қалып жүрмеңіздер. Бірінші exercise. Бұл жерде не істеуіміз керек? Осы төртеуінің біреуін бізде болымды, болымсыз сөйлем етіп құрауымыз керек. X тұрған жерлерде бұл жерде болымсыз сөйлем етіп құраймыз, яғни. Ал мына птичка тұрған жерде бізде болымды жай сөйлем болып табылады. Окей, үшінші тапсырмамызды қарастырамыз. Үшінші тапсырма. We have got 2 dogs. Have got. Екінші, I haven't got a poster of Ed Sheeran.
haven't got өйткені x тұр. Үшінші, my mom has got 2 cars. Has got. Төртінші, she hasn't got a Ferrari. Hasn't got. Алтыншы, my parents haven't got a computer. Haven't got. Okay, we'll continue. Exercise number 4. Write questions. Then ask and answer with the partner. Сұрақтар дейді. Сұрақтарды жазыңыздар және де жаныңыздағы досыңызға сұрақ қойып, ол жауап беретін болсын. Бұл жерде не істеуіміз керек? Берілген сөздерден сұрау сөйлем құрауымыз керек. Құрылымды қолданып әрине, және де оған қысқаша жауап беруіміз керек екен. The first. Has your teacher got a mobile phone? Мінекей, yes, she has. Have your parents got a good video camera? No, they haven't. Have you got a bicycle? Yes, I have. Мінекей, мынау үшіншісі. Төртінші. Has your school got a football team? No, it hasn't. Немесе, yes, it has. Не үшін екі вариант қойдым? Бұл жерде екеуін біреуін таңдап жауап берсеңіздер болады. It деп не үшін it деп жазғам, себебі бұл жерде bicycle, велосипед зат есімді меңзеп тұр. Ары қарай. 4. Has your бұны жауап бердік, иә? Has your friend got a black belt in taekwondo? Yes, he has. Мінекей. And last, have you got a hobby? No, I haven't. Мінекей, осылай жауап беруіміз керек екен. Енді келесі бізде prepositions тақырыбы байланысты жаңағы берілген сөздерден жердегі біз үлгіге қарап сұрақ қойып оған жауап беруіміз керек екен. Яғни бұл жерде work with pictures, суретпен жұмыс жасауымыз керек. Бұл жерде Мартаның берілген заттары. Осыған қарап орындаймыз. About of by демеліктерін қолдануымыз керек міндетті түрде. Кеттік. Exercise number 5. The first. A photo of London. Has she got a photo of London? Yes, she has. Я, ол суреті бар деп тұр. Мінекей, суреті бар болған соң бізде yes, she has деп жауап бердік. Екінші. Has she got a book about art? Yes, she has. Мінекей, Ван Гогтың бұл жерде өнер туралы берілген сол затын сұрағаннан кейін yes, she has деп жауап бердік. Ағырай, үшіншісінде a book by Rowling. Has she got a book by Rowling? No, she hasn't. Бұл жерде бізде көрініп тұрған жоқ, суреті болмағандықтан no, she hasn't деп жаздық. Ағырай, төртінші. Has she got a DVD about skateboarding? Yes, she has. Не үшін yes, she has? Себебі бұл жерде мінекей DVD скейтбординг туралы DVD-сі заты бар екен. Сондықтан бізде yes, she has деп жаздық. Ағырай, бесінші. A CD by Coldplay. Has she got a CD by Coldplay? No, she hasn't. Бұл жерде біз ол затты көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан бізде no, she hasn't деп жазылды. Соңғысы, has she got a poster of a football team? No, she hasn't. Бұл жерде де біз ол затты көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан біз no, she hasn't деп жауап жаздық. Келесі exercise number 6. Бұл жерде енді ask people in their class about their position. Use about of and by and your own ideas. Бұл жердегі біз не істеуіміз керек? Бұл жерде де әдеттегідей жоғарыдағы жаттығуға ұқсайды тапсырмаға. Яғни сұрақ қояды екенбіз және де сұраққа жауап береді екенбіз. Мінекей. Окей. Осымен сабақ тамам. Келесі видеода мен workbook-тағы тапсырмаларды көрсетемін. Сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға түсінбеген жерлерді жазып кетсеңіздер болады. Және де арнама жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.